Осы уақытқа дейін белгілі болған шығу тарихы бойынша Динаның Әсем Қоңыр күйі кеңес дәуірі заманындағы білім алуға мүмкіндігі бар бақытты жастарға арналған делінген. Ал шын мәнісінде оның немересі Балжан Жұрымбайқызының айтуы бойынша бұл өте қайғылы жағдайдан шыққан күй екен. Динаның қызы Қоңыр өзінің анасының тағдырын қайталап, күйеуі 49 жасында дүниеден өткенде ішінде перзент қалады екен. Сол перзент дүниеге келгенде көз жанарынан айырылып, зағип болып дүниеге келеді екен. Бұны естіген Дина Қоңыр қызына өте қатты уайымдап, жүрегі елжіреп, қарт ананың жүрегі ауырады. Ол кезде ол 1944 жылы Орта Азия халықтарының 10 күндігінде Ташкентте өнер көрсетіп жатады. Бірақ енді Динаның қайсар мінезінің арқасында ол өз-өзін қолына алып, қызына жұбату айтады. Қоңырым, болашағың әлі алда, қызыңның да бағы жанады, бәрі жақсы болады. Осыдан кейінгі сенің әсем өміріңе арнап, Әсем Қоңыр атты күйімді тартам деп, осылай Әсем Қоңыр күйі шыққан екен.